Барлықтарыңызға сәлем. Салмақ тастау кезінде балықты сковородкаға қалай майсыз дайындаймын, соны көрсеткім келіп тұр. Ең алдымен осылай балықты жақсылап жуып, тазалап алдым. Бұл менде судак балығы. Бұл балықтың бір жақсысы сүйегі аз және майлы емес болып келеді. Балықтарды бөлшектеп турап алғаннан кейін дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка және лавр жапырағын қостым. Балыққа арналған дәмдеуішті қоссаңыз да болады, менде ол болмай қалды, бірақ тауыққа арналған түрін қоса салдым. Дәмдеуіштерді салып болғаннан кейін бір 10-15 минутқа осылай мариновать етіп қалдырып қоямыз. Одан кейін сковородкамызды орташа отта қыздырып, осылай пекинская капустаның жапырақтарын салып шығамыз. Пекинская капуста менде холодильникте кішкене тұрып қалған, сол үшін жапырақтары кішкене сарғайып кетті, бірақ ештеңе етпейді. Капустаның бетіне балықтарды тізіп шықтым. Мен картошка қосып жіберейін деп тұрмын. Картошкаларды турап, балықтың бетіне салып, крышкасын жауып, шамамен орташа отта 25-30 минуттай пісіреміз. Бұл жерде бастысы орташа отта болу керек, себебі қатты қызып кетсе, балық күйіп кетуі мүмкін. 5-10 минуттан кейін капустаның суы шығып, балық жақсы болып бұқтырылып пісіп бастайды. Егер сізге дұрыс тамақтану және салмақ тастау жайлы қызық болса, каналыма тіркеліп кетіңіз. Мен оңай әрі қолжетімді ПП рецептермен бөлісемін.